Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді блинчиктердің рецептісімен бөліскім келеді достар. Ол үшін бізге сүт 500 грамм, оның үстіне 4 жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Сары майды ерітіп, оны қосамыз, шым тұз қосамыз, чайный ложкамен қант қосамыз. Қант көп қосудың қажеті жоқ. Келесі бізде ұнды негізі 2-3 бөлікке бөліп араластыруға қажет, но мен мына жерде барлығы бірден араластырып жіберіппін. Кішкене араластыру қиындау болып қалады, сол себепті 2-3 бөлікке бөліп араластырған жөн. Түйіндер кеткенше жақсылап араластырамыз. Содан соң жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Ішіндегі консистенциялар бір-бірімен байланысу үшін, және біздің блинчигіміз ажурный болып шығады. Табамызды қыздырып алып, кішкене біріншісіне май жақ жібереміз, сосын мінекей блинчиктерімізді пісіреміз. Осындай әдемі тесік блинлар шығады достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мінекей осындай блинчик әдемі болып шығады, жұмсақ болады. Күнде дайындап деп сұрай үйдегілеріңіз. Осыны жасасаңыздар әдемілеп, осылай өздеріңіздің фантазияларыңызбен әсемдеп берсеңіздер болады. Достар, астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Зейнеп.